Сәлем достар, сіздермен Алуа. Алғашқы дайындағынан мінсіз болып шығатын, небәрі 10 минутта пісетін пиццамызды дайындайтын боламыз. 1 кружка жылы суымызға 1 ас қасық дрожжымызды және 3 қасық ұнымызды салып, жақсылап араластырып, 10 минутқа бетін жауып қоямыз. Мінекей ашытқымыз дайын болды. Енді оның шетінен салып, жақсылап араластырамыз. Қыздар, осы кезде айта кетейін, күнбағыс майынан 1 қасық қосуды ұмытпаңыздар. Дайын болған қамырымызды 2 немесе 3 бөлікке бөліп, жақсылап жайып аламыз. Менде 3 пицца шықты. Жақсылап дайындап аламыз. Енді кезекте майонез бен кетчупты жақсылап араластырып, бетіне жағып шығамыз. Мен шери помидор мен детский сосисканы қолдандым. Қалауларыңызша әсемдеуге болады. Мінекей пиццамыз дайын. Қыздар, өте нәзік, жұмсақ шықты. Ас болсын, сіздерде дайындап көруді кеңес етемін. Небәрі 10 минутта дайын болады. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.